Бүкіл Германияның жүрегі саналатын Рейхстагқа ту тіккен Рақымжан Қошқарбаевтың естелігінен. Мен балалық балдәуренмен ерте қоштастым. 4 жасымда шешемнен айырылғаныммен, әкемнің мейірбан көңілі арқасында жетімдік көрмей өсіп келе жатыр едім. 1937 жылдың қараңғы бір түнінде есікті сартылдата ұрып, қара киімді 3 адам үйге кірді. Содан соң әкемді тез киіндіріп алып кетті. Бұдан басқа ештеңе есімде қалмапты. Соғыс басталғанда өзімді майданға жіберуді өтініп, әскери комиссариатқа 2 рет арыз бердім. Бірақ олардан ешқандай жауап болмады. Тек келесі жылдың тамыз айында ғана ауылдағы темір ұстасы Өтегеннің нұрымы мен маған шақыру қағаз қатар келді. Жолға тез жиналдым. Бірақ мені Қырғызстанның астанасы Фрунзе қаласындағы әскери училищеге оқуға жіберді. Осы жерде 1 жыл оқыдық. Сонда үлгілі тәртібіммен, бұйрықты екетпей орындайтын елгезектігіммен көзге түстім. Міне, осыны бағалаған командирлерім маған партия мүшелігіне кандидаттыққа өтуге кепілдеме берді. Сондағы жалпы жиналыста өмірбаянымды бүге-шігесіне дейін, тіпті әкемнің жағдайына дейін жасырмай толық айтып шықтым. Сонда батальон парторгы Нұғман Ғалымжанов: біз партияға сенің әкеңді емес, өзіңді аламыз, ал өзіңнің қандай екеніңді жақсы білеміз, деді салмақпен. Кандидаттық карточкамды алғанымда ерекше толқыдым. Өмірімде ең бірінші қуанғаным сол шығар сірә. Өйткені ол заманда халық жауы баласының партияға қабылдануы сирек оқиғатын. Сол жылғы қазан айында тағы да қатты қуандым. Бұл тіпті ерекше еді. Майданға аттанатын күн тақау қалды деп жүргенімде, хабарсыз кеткен әкем мені іздеп Фрунзеге келді. Сонау жылдары Тайтөбе балалар үйіне қабылдану кезінде көп қиындық көріп жылағаным бар. Содан кейін көз жасымды енді ешкімге көрсетпеспін деп бекінген едім. Әкемді көргенде өзімді өзім тоқтата алмадым. Екеуіміз қалай құшақтасып көрістік десеңізші. Құлыным, жалғыз тұяғым, дейді ол кісі еңкілдей жылап. Әкетайым деймін менде, ішіме шемен боп қатқан запыранымды ақтарып. Біздің жағдайымызды көрген училище бастығы шыдай алмадау деймін. Мені оқудан 1 күнге босатты. Сол жолы әкелі балалы біз көп сырластық. Сөйтсем, ол кісі әлдекімнің көрсетуі бойынша жаламен ұсталып кеткен екен. Ақырында бәрі анықталып, кінәсі жоқ болған соң, халық жауы деген аттан құтылып, бір жола ақталып шығыпты. Шерімізді тарқатып әңгімелесіп, ертесінде әкемді пойызға шығарып салдым. Ол жүрер алдында мені мейірлене сүйіп: жортқанда жолың болсын, балам. Елдің ық жағының қалқасы, жел жағының панасы деуші еді бұрынғылар. Сол еліңнің үмітін ақтар, ұлы бол, қарашығым, деп батасын берді. Өмірдегі екінші бір қуанған сәтім, жан толқынсын бастан кешкен кезім, сол 1944 жылдың күзіндегі әкеммен қайта қауышуым дер едім. Бұл бүкіл Германияның жүрегі саналатын Рейхстагқа ту тіккен, жалғыз қазақтың ғана емес, бүкіл әлемге аты әйгілі болған Рақымжан Қошқарбаевтың естелігі болатын.